Ассалаумағалейкум, көз қарақты көрермен, бауырлар, ағалар, інілер. Мен өткенде пробегті өтірік айтқан екем. Жүрген уақытым міне 19683. Бүгін қаншасы? Қаңтардың 15-і, 26 жыл, сағат 10:24. Бұл көлік туралы не істедің, не қылдың деген әңгіме болып жатыр. Көп адам сұрап жатыр екен. Жуылған жоқ. Бұл көлікте ештеңе істелінген жоқ. Колодкасында 1 жыл 2 ай болды. Айдап жүргеніміз, колодкасында ауыстырған жоқпыз. Бәрі қазірше жақсы. Тек май ғана ауысты. Өз басыма ұнайды енді. Бұл мына көлік. Мына көліктің 1/4 деген естеріңізде болса, осы Kia Rio Accent 4-і 1/4-ның 4 коробкалық автоматы ғой. Дәл сол көліктің шанағы. Дәл сол көліктің запчасти дейді. Запчастың қазақшасы ғой. Қосалқы бөлшектері. Келеді. Дәл сол көліктің келеді. Сіздер ойламаңыздар, арты түрі бір бөлік болған, бір жаңа басқа бір көлік екен ғой, басқа бірдеңе екен ғой деп. Бұл дәл сол көлік болғаны, бұның түрі ғана, дизайн ғана өзгерген. Фарасы, алдыңғы, артқы, ішкі сымна несі. Ветровик қоятыны мына жер өзгерген. Өйткені Kia Rio, Kia Accent'тікі болмайды екен. Енді Қазақстанда салюта болып шығып жатыр ғой, соныкі шығатын шығар бұйырса, енді халық алып жатыр, көбейіп жатса, ветровик бәрі шығатын шығар бұйырса. Туманник не, анамның, енді бұда туманник жоқ. Бұл автомат коробканың ең арзаны. Мультируль жоқ. Айтып қояйын, люк бар, бірақ Қытайда люк бар екен. Көтен жылытқышта жоқ. Қытайлардың көтені жаурамайды екен. Чехол, ана не дейді, 3D полик дейді ма, не, соның бәрін саттық. Мына алкантаранды саттық. Сау саламатта болыңыздар. Не жасақ, не жасайтыныңызды айтып тұрам бұйырса. Видеоға түсіріп уақыт болып жүрген жоқ, жұмыстамыз. Видео түсіре беретіндей бір блогер емеспін, мобилогер емеспін. Бұл видеоға түскенде де әдемілеп, дайындалып, неше түрлі сөздерді жазып, қазақшалап, әдемілеп блог түсіргім келеді. Бірақ та сөз байлық деген кішкене аздау болып тұр. Қазақша кітап көп оқу керек сияқты. Және көліктің көп дүниесін қазақша аударылмаған ба, орысша. Менде еще мына повторитель дейді ғой, сол жоқ. Салютада бар. Жай сау болыңыздар, аман болыңыздар. Кездескенше.